Сәлем достар, бүгін бізде керемет тест. Онда сіз Маша мен Аю мультфильмнің кейіпкерлерінің арасындағы айырмашылықты табуыңыз керек. Бұл тест біздің байқауыңызбен ақыл ойыңызды дамытуға, сонымен қатар заттарды іздеудің қаншалықты жақсы екенін тексеруге көмектеседі. Және де осы мультфильмге байланысты қызықты мәліметтерді біле аласыздар. Сіздермен бірге біз бәрі бар арнасы. Астана Хаб халықаралық IT стартаптар технопаркі. Астана Хаб қызметі қандай? IT саласы Қазақстанда қалай дамуда? Осы туралы Жастар Лайв түсірген видеодан көре аласыздар. Сілтемесі астында. Маша атауы теңіз жағасында демалыс кезінде режиссерді өзінің сүйкімділігімен таң қалдырған қыз болды. Сонымен қатар, бұл өзінің табандылығы және тынышсыздығымен жағажайдағы адамдарды үрейлендірді. Демалушылар екінші күні баладан жасырынуға тырысты, өйткені оның қызығушылығында шек жоқ болатын. Айырмашылық мына жерде. Малина жоқ. Ой, батюшки! Да кто ж царя-то там встречает? Алдымен мультфильм 3-тен 9 жасқа дейінгі балаларға бағытталған, бірақ 2009 жылдың 7 қаңтарында экранға шыққаннан кейін оның жанкүйерлері ересектерде болды. Бақыт тоқтады. Айырмашылық Аюдың бір қасы жоқ. Это кто ж к нам припожаловал? Алина Кукушкина бірінші сериядан бастап бұзақылық Маша туралы айтты. Түсірілім кезінде ол небәрі 6 жаста еді. Қыз актриса емес, бірақ дыбысты жазу кезінде өзін жақсы көрсетті. Айырмашылықты гүлге қарайтын болсаңыз таба аласыздар. Мәселелер тек күлкі жазумен байланысты болды. Айырмашылық гүл жетіспейді. Анимакорд сериал шығарумен айналысатын компанияның атауы. Сіз оны Аю мен Роялдың тоңазытқышынан көре аласыздар. Оны Аю 19 сериядан тапты. Айырмашылық пингвиннің аяғы көрінбей қалған. Представить наше представление для вас как... Маша мен Аю тек Украина мен Ресейде ғана емес, мультфильмді испандықтар, поляктар, чехтер, француздар, қазақтар жақсы көреді. Және бұл Маша мен Аю аударылған елдердің толық тізімі емес.
Уақыт келді. Машаның көлеңкесінен айырмашылықты көре аласыз. Аюдың мультфильмнің дыбыс режиссері Борис Кутневич айтқан. Бірде Кутневич кандидаттарға олардың не тыңдағысы келетінін көрсетуді ұйғарды. Мұндай нұсқа режиссерге ұнады, және ол суреттегі әріптесін аюдың даусында бекітті. Айырмашылық ағашқа қарайтын болсаңыз көресіз. Мультфильм жасау бойынша 50 адам жұмыс істеді. Олардың 6-ы режиссерлер. Уақыт болды. Айырмашылық қардың бейнесінің біреуі жетіспейді. Жеті минутқа бір серия жасау үшін 4 пен 5 айға дейін уақыт қажет. Бірақ үйлесімді жұмыстың арқасында команда 1,5 ай аралықта 4 серия шығарды. Айырмашылық артқы фонда. Ты чё? Маусымның құны 26 серияның өзінен студияға $6,5 миллион алып келді. Келіссеңіз, балалар мультфильм үшін балалық емес сома. Уақыт болды. Бұл айырмашылықты көбісі таба алмайды. Айырмашылық бас киімде. Достар, қанша айырмашылық таптыңыздар? Пікірге жазып кетіңіздер. Ал біз болсақ видео соңына келіп қалдық. Егер видео ұнаса, арнаға жазылып қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен бірге біз, бәрі бар, арнасы.